Сәлеметсізбі. Бүгінгі біздің тақырыбымыз PowerPoint-те триггерлерді пайдаланып оқыту мақсатындағы педагогикалық программа құралдарды әзірлеу. Ең алдымен триггер дегеніміз не екенін қарастырайық. Триггер дегеніміз ол объектке басқан кезде орындалатын анимацияның бір эффекті. Мысалы, компьютер тақырыбына, бастауыш сыныптардағы компьютер тақырыбына мынадай тапсырма болсын. Компьютерге байланысты суреттерді бөшкеге жинау керек. Сонда, мысалы, компьютерге байланысты колонка, пернетақта, принтер, олар бөшкеге қарай жылжу керек, бөшкенің артына тұру керек. Бұны қалайша орындайтынымызды қарастырайық. Ең алдымен қалай болатынын қарастырайық. Мысалы, колонкаға бассақ, колонкалар бөшкеге жиналып жатыр. Сканер, пернетақта, принтер, барлығы бөшкеге жиналады. Ал компьютерге қатысы жоқ суреттерге бассақ, олар сол қалпында тұра береді. Яғни бұлардың компьютерге байланысы жоқ екенін білеміз. Енді бұл тапсырманы қалайша орындалатынымызды қарастырайық. Ең алдымен компьютерге байланысты тақырып жазуымыз керек. Тақырыпты жазу үшін Word арт объектіндегі кез келген стилін таңдап алып жазуға болады. Компьютер деп жаздық. Оның өлшемін өзгертіп алуға болады, өздеріңізге байланысты. Енді бөшкені қою үшін вставка фигурадан кез келген, мысалы, блок схеманы таңдап алуға болады. Бұл жерде маған ұнап тұрғаным магниттік диск. Мұны созамыз. Түсінде келтіріп алуға болады форматта. Кез келген бір түсті беруге болады. Сіздерге ұнайтын. Оның үстіне тапсырманы жазу үшін шығанның оң жақ батырмасын шертемізде, добавить немесе изменить. Сол жерге компьютерге байланысты суреттерді бөшкеге жина деп жазамыз. Неке бөшкеміз пайда болды. Енді суреттерді кірістіру үшін вставка клиптен таңдап алайық. Сурет, егерде компьютерде суреттеріңіз болса сурет, егерде клип арт объекттерін пайдалансақ, онда клипті таңдап аламыз. Кез келген суреттерді кірістіруге болады. Оның өлшемін өздеріңіз кішірейтесіздер, сәйкесінше қоясыздар, қайсысы сіздерге қажетті. Трактор суреті. Компьютерге байланысты суреттерді қоюға болады. Неке бүкіл суреттерді осылай қойып шықтық. Енді бізге екі панель шығарып алу керек. Анимациядағы настройка анимации және главная панеліндегі выдель область выделения керек. Бұл не үшін қажетті? Бұл слайдтағы түгел қандай суреттеріңіз бар екені, қандай элементтер бар екені көрсетіп тұрады. Енді триггерлерді пайдаланып жылжыту үшін бізде мынадай технологиясы бар. Яғни қажет бізге компьютерге байланысты суреттер жылжу керек болғандықтан, сол суреттерді мен ғана жұмыс жасаймыз. Мысалы, колонка дейді. Колонканы таңдап алдық. Бізде ол Picture 120. Picture 120-да біз жаңағы эффектін кірістіреміз. Эффектте бізде пользовательский путь деп аламыз. Өйткені бізге өзімізге көрсету керек
қалайша біз оны жылжытамыз. Мысалы, рисованная криваяны таңдап алуға болады. Яғни қай жерге дейін ол жүру керек. Енді бұл жерде бізге көрсетіледі қалайша ол жүреді. Енді тек қана осы суретке басқан кезде ғана бұл анимация бізде орындалу керек. Сондықтан бұл анимацияға шыққан оң жақ батырмасын чертіп, времяны таңдап аламыз. Бұл жерде переключатели деген жаңағы осы триггерлермен жұмыс жасауға мүмкіндік береді. Переключатели начать выполнение эффекта при щелчке дейміз. Яғни осы 120-шы суретке, яғни колонкаға басқан кезде қана осы анимация бізде, яғни жылжу анимациясы бізде жұмыс жасайды. Окей, яғни неке көрдік. Енді егер де басқа компьютерге қатысы жоқ суреттер болса, оны дәл осылайша эффектсіз қалдырамыз. Яғни келесі, мысалы, сканер. Сканердің суретін таңдап алдық. Ол бізде picture 193. Оны таңдап аламыз. Бұл жерде добавить эффект, қайтадан пути перемещения, кешіріңіздер, добавить эффект, пути перемещения, нарисовать пользовательский путь, рисованная криваяны таңдап аламыз. Яғни қайтадан осы жерге келтіріп аламыз. Бізде көрінеді қалайша ол тұрады. Қайтадан осы эффектке оң жақпен чертеміз. Шыққан оң жақ батырмасын чертеміз. Время таңдап аламыз. Переключатель, начать выполнение эффекта при щелчке. Енді бұл жерде бізде picture 120 тұр. Бізге қажеттісін таңдап аламыз. Яғни бізде picture 193. Соны таңдап аламыз. Окей. Енді көретін болсақ, ол бізде кетеді. Осылайша әрқайсысын таңдап аламыз. Яғни picture бізге де добавить эффект, пути перемещения, нарисовать пользовательский путь, рисованная криваяны таңдап аламыз да, қайтадан осы жерге апарып қоямыз. Шыққан оң жақ батырмасын чертіп, время, переключатели, начать выполнение, picture 5 болды бізде. Яғни picture 5-ті таңдап аламыз. Осы жерде мұқият болу керек. Яғни қажетті суретті ғана таңдап аласыздар. Енді осылайша түгел барлығын компьютерге байланысты суреттерге анимация жасайсыздар. Одан кейін егерде қарасаңыздар, қарайтын болсақ, бұл жерде мысалға қазір егерде қарайтын болсақ, колонкаға басқан кезде бізде колонка бөшкенің ішіне кіріп кетті. Сканерде дәл солай. Ал мына дискеттер бочканың үстінде келіп қалды. Яғни бочканы біз алдыңғы қатарға қою керекпіз. Сондықтан шыққан оң жақ батырмасын чертіп, на передний план деп таңдап аламыз. Яғни сонда бочкамыз міндетті түрде алдында тұрады. Тексеріп алайық. Жаңағы дискетті чертеміз, ол қайтадан бочканың сыртына кетеді. Егерде басқа бір суреттерді таңдайтын болсақ, олар қозғалмайды. Компьютерге байланысты суреттерді таңдасақ, олар бізде жылжиды. Осылайша біз тек қана жылжу эффектісін ғана емес, мысалы, қажетті суретке басқан кезде түсін өзгертуге болады, жоғалып кету эффектісін кірістіруге болады, тағы да басқа. Келесі бір тапсырманы қарастырайық. Яғни тақ сандарды таңда деген тапсырма. Яғни бұл жерде біз фигурадан кез келген фигураны таңдауға болады. Мысалы, бұрыш барлығы, бірақтан оны көшіріп аламыз. Бірнеше сан жазу үшін. Осының ішіне енді біз изменить текст деп сандарды жазып шығамыз. Қазір сандар бізде көрінбей қалды. Кеңейтеміз.
қарай қаққандары дәл осылайша. Қара. Ең алдымен жазып алуға болатын еді. Енді осы жерден тақ сандарды таңдап алу керек. Мысалы, біздің тапсырмамыз бойынша тақ сандарды таңдаған кезде олардың түсі өзгеру керек. Тақ сандарды деп 1, 3, 5. Осылармен жұмыс жасаймыз. Қалғандарын қозғамаймыз. Егер де мысалы тақ сандарды таңда дегенде олар қалып, қалғандар жұп сандар кететін болса, онда жұп сандармен жұмыс жасап, жұп сандарға жоғалу эффектісін пайдаланамыз. Бірақ та қазір бізде тапсырма бойынша мысалы тақ сандарды таңдаған кезде олардың түсі өзгеру керек дейді. Яғни не істейміз? Тақ сандар таңдап алдық. Яғни бізде ол семиугольник 7 таңдап алдық. Добавить эффект. Бұл жерде бізде түсін өзгерту. Яғни другие цвета, изменение цвета заливки деп аламыз. Яғни изменение цвета заливкini таңдап алдық. Бізде түсін таңдайтын болсаңыздар, түсін осы жерде таңдап алуға болады. Цвет заливки немесе другие цвета, егер де қажетті болса, мысалы бізге қажетті дұрыс жауабы жасылмен боялсын. Яғни бұны время қайтадан, яғни осыған шеткен кезде ғана бізде түсі өзгеру керек. Сондықтан переключатели, начать выполнение эффекта. Енді біз семиугольник 7-ні таңдап аламыз. Окей. Осылайша екінші тақ цифрасы, ол бізде 3-ті белгілеп алып, ол бізде семиугольник 4. Добавить эффект, выделение, изменение цвета заливки. Жасыл түсті таңдап аламыз. Яғни қайтадан оң жақпен время, переключатели, начать выполнение эффекта присадки. Енді бізде 3 саны, ол бізде семиугольник 4. Сол семиугольник 4-ті біз таңдап аламыз. Окей. Келесі тақ санымыз ол бізде 3-ті таңдап алдық, 5-ті таңдап алдық. Ол бізде семиугольник 5. Добавить эффект, выделение, изменение цвета заливки. Жасыл түсті таңдап аламыз. Енді шыққан оң жақ батырмасын чертіп, время, переключатели, начать выполнение эффекта при щелчке. Енді бізде семиугольник 5-ті таңдап аламыз. Яғни бізде 5 саны жазылған жетібұрышты таңдап аламыз. Енді осыны тексеріп алайық. Мысалға, тақ санға шеткен кезде оның түсі өзгереді, жұп санға шеткен кезде дәл солай қалады. Тақ санға шеткен кезде түстері өзгеріп, жұп сандарда түстері өзгермей тұрады. Осылайша біз триггерлерді пайдаланып, кез келген ойындарды, қарапайым ойыннан бастап, кроссворд, ребустар, 21 ғасыр көшбасшысы ойындарын жасай аламыз. Мысалға, кроссвордтың бір түрін көрсетейік. Бұл жерде, мысалы, яғни бір рет басқан кезде, бізде сұрақ шығады. Одан кейін сурет пайда болады. Екінші
шерткен кезде мұғалімге дұрыс жауапты таңдау мүмкіндігі бар. Мысалы 2-ге шерткен кезде суреті пайда болады және дөңгелек айналады. Екінші рет шерткен кезде оның жауабы шығады. Осылайша осындай кроссвордтарды, ойындарды әзірлеуге болады. Келесі біздің тақырыбымыз PowerPoint электронды анықтамалық әзірлеу жолы. Яғни электрондық анықтамалықты әзірлеу үшін ең біріншіде қандай тақырыпта сіздер анықтамалық жасайтындарыңызды жоспарлау керексіздер. Мысалы, информатикаға қатысты өлшем бірліктері дейік. Өлшем бірліктері. Сөзін өзгертейік. Өлшем бірліктері жатыр. Енді анықтамалықты, PowerPoint анықтамалықты жасау технологиясы бұл батырмаларды құрастырып, оған шерткен кезде сілтеме бойынша қажетті слайдымыз ашылу қажет. Оны жасау үшін, мысалға, батырмаларды кірістіру үшін фигуры, управляющий кнопки, бізде бұл жерде жай батырма настраиваемая кнопка деген қарапайым батырма тұр. Яғни батырманы ең алдымен жасап алайық. Оны әлі ораламыз. Жасап алғаннан кейін изменить текст деп мәтін жазамыз. Мысалы, бит. Бит дегеніміз не? Сондай анықтама шығу қажет. Бит дәл осылайша. Байт дегеніміз не? Килобайт. Солай шығарып алуға болады. Мысалы, битке шерткен кезде бізде келесі слайд ашылу керек. Яғни ол үшін бізде дайын слайд болу керек. Аты бит болу керек. Яғни бұл жерде бит ол өлшемнің ең кіші өлшем бірлігі. Яғни дәл солай жазамыз. Ең кіші өлшем бірлігі дейік. Жазып алдық. Енді осы мен жұмыс жасау үшін бит деген батырмаға шертеміз. Шыққан оң жақ батырмасын шертіп, гиперсілтеменен шертеміз. Гиперсілтемеде перейти по гиперссылке деп аламыз да, қандай слайд екенін көрсетеміз. Яғни бұл жерде біз слайдтың номерін өзіміз таңдап аламыз. Яғни бұл жерде слайд неге 8-ші бит деп аталады. Окей. Яғни осы батырмаға шерткен кезде бізде міндетті түрде 8-ші слайдқа көшеді. Бит деп жазылған. Окей. Байт мысалы, қайтадан келесі байт слайдты құрастырамыз. Бұл жерде байт деп жазамыз. Байт мысалы былай жазайық. 8 бит деп. Мен қысқаша ғана жазып жатырмын, яғни тек қана технологиясын көрсетемін. Байт оң жақпен шертеміз, гиперссылка. Бұл жерде перейти по гиперссылке слайдтың номерін өзіміз таңдап аламыз. Яғни слайд деп аламыз да, байт деген слайдты таңдап аламыз. Енді осының жұмыс жасау технологиясын қарастырайық. Яғни битке басқан кезде бізде ең кіші өлшем бірлігі деген сөз шығады.
байтқа шерткен кезде бізде байтқа ораламыз. Енді мынандай ескертпе. Яғни әр бетте, әр слайдта сіздерде ақпарат болғандықтан, оны қайтадан дәл осы анықтамалық бетіне қайтадан оралу керек. Яғни бізге бір батырма керек. Ставка, фигуры. Бұл жерде біз қайта оралу батырмасын қарастырайық. Яғни бұл жерде кез келген бір батырманы таңдап аламыз. Перейти по гиперссылке, бірақ та предыдущий слайд деп алмаймыз, өйткені бізде 8-ші, 9-ші, 10-ші слайдтарда ақпарат бар, сондықтан біз міндетті түрде бір слайдтың нөмірін таңдап аламыз. Бізде өлшем бірліктері деп аталады, яғни 7-ші слайд. Окейге шерткен кезде міндетті түрде дәл осы батырмаға шерткен кезде біз 7-ші слайдқа ораламыз. Осы батырманы көшіріп алып, келесі слайдтарға қоюға болады. Егер де қарасақ, ссылканы изменить гиперссылку деп алсақ, онда 7-ші өлшем бірліктеріне слайдына сілтеме жасалынып тұр. Ол дұрыс. Дәл осылайша қалған батырмаларды толтырып анықтамалық жасауға болады. Қысқаша анықтамалық жасауға болады. Оны тексерейік. Мысалы, бетке шерткен кезде бізде бет туралы ақпарат шығады. Қайтадан оралу батырмасына шертсек, өлшем бірліктері деген анықтамалықтың бірінші бетіне көшеміз. Байтқа шерткен кезде байт туралы анықтама шығады. Қайта оралсақ, қайтадан осы слайдқа көшетін боламыз. Анықтамалықты жасаудың технологиясы осы, яғни гиперсілтемелерді пайдаланамыз. Бұл жерде батырмалар арқылы кез келген сурет болуы мүмкін, мәтін болуы мүмкін. Оған сілтеме жасаймыз да, қажетті слайдтарға көшу гиперсілтемесін жасаймыз.